Иә. Қазір сізге код келеді. Аха. Сізге арыз келіп түсті деймін. Алло. Сіздің шотыңыз бойынша күдікті транзакция жүргізілуде. Бұл ақша аударымын өзіңіз жасап жатырсыз ба? Алло. Шынын айтқанда мен де толық тыңдамай тұтқаны тастай салар ем. Және сендердің мәтіндеріңде ескірген. Міне, жаңа мәтіндер, бәріміз аламыз. Алыңдар. Кез келген нөміртер. Алло, сәлеметсіз бе? Сізге мобильді операторыңыз телефон соғып тұр. Қазір сізге сөйлесуге ыңғайлы ма? Иә, әрине. Сим-картаңыздың қолдану мерзімі 3 күннен кейін аяқталады. Мобильді желіміздің қызметін ұзарту қажет. Әйтпесе, нөміріңіз бір жола істен шығады. Онда ұзартайық әрине. Тамаша. Қазір сізге код келеді. Маған соны айтыңызшы өтінем. Қазір код, е? Міне келді. 34-35. 34-35. Сізге көп рахмет. Біз сіздің нөміріңіздің жарамдылық мерзімін ұзарттық. Сау болыңыз. Міне болды. Бәрі оңай әрі қарапайым. Қиын ештеңе жоқ қой, дұрыс па? Ал енді серіктесіміз қазір телефон соғып, өзін қауіпсіздік қызметінің қызметкері ретінде таныстырады. Және шындықтың бәрін айтады. Бұған дейін телефон соққан оператор емес, алаяқ. Және ол сізге несие рәсімдемекші. Немесе сіздің шотыңыздан ақша алғалы жатыр. Үрейленудің қажеті жоқ. Біз бәрін бақылап отырмыз. Ең бастысы, барлық ақшаны басқа шотқа, қауіпсіз шотқа аудару керек. Бірақ сіз ешқандай қауіпсіз шот жоқ екенін түсінесіз ғой. Бұл біз. Содан кейін ол ақшасымен бір жола қоштасады. Сонымен достарым, естеріңізде болсын. Ешқашан қандай да бір ұйым, банк болсын, не ішкі істер министрлігі, тіпті ұлттық қауіпсіздік қызметкері ешқашан сізден қандай да бір кодты хабарлауды сұрамайды. Оның үстіне ақшаны қандай да бір түсініксіз шотқа аударуды өтінбейді. Мұны жасайтын біз, алаяқтар.